Баршаңызға сәлем, сіздермен Жанат. Бүгін мен сіздерге өте керемет дәмді әрі ерекше салаттардың бірі загадка салатының рецептімен бөлісетін боламын. Бұл салаттың басқа салаттардан өзгешелігі құрамында 3 қана заттан жасалады. Ешқандай да ет, саңырауқұлақ қосылмаған, тек қана көкөністерден жасалатын өте керемет дәмді салат. Міндетті түрде видеоның соңына дейін өткізбей қарап, менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге осындай 3 тал баклажанымыз керек. Баклажанымызды жақсылап жуып, кептіріп, керек емес бөліктерін алып тастап, сыртын аршып алатын боламыз. Одан кейін осы баклажандарымызды турайтын боламыз. Тураған кезде міндетті түрде видеода көріп тұрғандай қылып тұраңыздар. Кішкене қалыңдау қылыңыздар, себебі қазір біз баклажандарымызды жаңа қуырған кезде ол кішкене кішірейіп қалады. Сондықтан да міне қазір видеода көрсетемін. Міне осындай қылып тұраңыздар. Сонда сіздердің баклажандарыңыз менің видеодағы салатымдай болып шығады. Енді баклажандарымызды ыдысымызға салып, үстінен бір шымшым тұзымызды сеуіп 15-20 минутқа қойып қоямыз. Ішінде керексіз жаман сулары шығу үшін. Сулар шығып біткеннен кейін міне осылай салфетканы төсеп, салфетканың үстіне осылай баклажандарымызды жайып, үстіндегі суын құрғатып аламыз. Үстіне салфетканы қойып, баклажандарымыздың үстіне басып, салфетка арқылы баклажандарды құрғатамыз. Одан кейін баклажандарымызды ыдысымызға салып, үстінен жүгері крахмалын себетін боламыз. Одан кейін жақсылап араластырамыз. Араластырғанда қасықпен немесе қолмен араластырудың қажеті жоқ. Ыдысымызға салғаннан кейін ыдысымызды сілкейтін болсақ, баклажандарымыздың барлық бөліктеріне жүгері және крахмалы шағылып, жақсы құрғап тұратын болады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, осылай істесеңіздер бәрі біркелкі болып жағылатын болады. Енді табағымызға сұйық майымызды құйып, жақсылап қыздырып аламыз да, оның үстіне осылайынан баклажандарымызды салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Аз-аздан салыңыздар, себебі жаңағы бір-біріне жабысып қалады. Сондықтан осылай жеке-жеке қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай. Ендігі кезекте осы баклажандарым суығанша бізге осындай чеснок керек. Мен де 4 штук чеснокты алдым. Енді сіздер өз қалауларыңыз бойынша қосасыздар. Одан кейін осылай жаңағы светофор деп аталатын перецімізді алдым. Қандай түсін алсаңыздар да маңызды емес. Мен осындай сары түсетін алдым. Осылардың бәрін жақсылап сақтап турайтын боламыз. Одан кейін кинзамызды сақтап турайтын боламыз. Егер сізде кинза болмаған жағдайда көк пиязымызды да қосуға болады. Оны да осылай ұзын-ұзын қылып сақтап турайтын боламыз. Барлығын бір ыдысқа салып, оның үстінен ас қасықпенен 2 қасық осындай соевый соусымызды қосып, үстінен бір үлкен қасықпен бал қосатын боламыз. Балдарыңыз қатты болатын болса, жаңа кішкене жылытатын болсаңыздар, сұйық болады. Содан кейін оның үстіне бір ас қасық сұйық майымызды қосып, жақсылап бәрін араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін қуырылған баклажандарымызды қосып, тағы да жақсылап бір рет араластырамыз. Дәміне қаратай аздап тұз қосуға да болады, бірақ соевый соуста тұз болғандықтан мен қоспадым. Міне біздің салатымыз дайын. Сіздермен бірге болған Жанат. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.